Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге қазақтың ұлттық сусыны шалап деп аталатын, немесе айран жасау деп те атайды. Осындай рецептпен бөлісетін боламын. Ыстық күнде шөлді басатын керемет таптырмас сусынның бірі болып табылады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге таза ыдыс қажет, содан соң 200 грамм қолдың сүзбесі қажет болады. Міндетті түрде осындай құрт жасайтын майлы сондай сүзбе болуы қажет. Барлық базарларда сатады деп ойлаймын. Енді осының үстіне 1 шай қасық тұз саласыз. Егер тұздылау болғанын қаласаңыз, көбірек салсаңыз болады. Үстінен салқын су құясыздар және де көп құймайсыздар. Осы сүзбе толықтай ерігенше, ешқандай түйіршік қалмағанша араластырасыздар. Содан кейін қалған судың барлығын құйып, барлығын құятын боласыздар. Қайнаған суды салқындатып қоссаңыздар да болады, немесе кәдімгі дүкенде сататын газдалмаған сусынды қоссаңыздар болады. Енді алмамызды тазалап, осылай жан-жағындағы бөліктерін қосатын боламыз. Мендегі алма табиғи, кәдімгі үйде пісіп жатқан алма. Осындай бірнеше бөліктерге бөліп, содан соң шалаптың үстіне қосатын боламыз. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай дамып жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Міндетті түрде видеоны лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз, және де достарыңызға да жіберіп қоюды ұмытпаңыздар. Егер каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Және де дәміне қарай аздаған осындай жалбыз қостым. Жалбыз өте жақсы дәм береді. Барлығын араластырасыздар. Содан соң тоңазытқышқа салып, мұздай салқын етіп ішсеңіздер де болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға үлкен рахмет. Егер де каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.